Хей, барлықтарыңа сәлем. Бұл сендермен мақсат. Ой. Бұл вообще басқа сценарий. Вот таптым. Бұл сендермен Хадвен. Және де бұл менің шын атым емес. Да ну нахуй! Және де комментарияға сенің атың мақсат па деп жазбаңдар. Все, онда біз өзіміздің видеомызға көшейік. Бүгін мен сендерге ютубта болған, бірақ қазір өшіріп тасталған немесе қате жолға өзгерген функциялар туралы айтамын. Онда өздерінің шәйлеріңді дайындап алып отырыңдар, және де енді біз видеомызды бастаймыз. Бірінші функция бұл старый видео дейтін алып тасталған функция. Ол функция недавно загружен популярный деген функциялардың жанында орналасқан болатын. Сіз бұл функция арқылы ютубердің ең бірінші видеоларын 5 секундта таба аласыз. Ал қазір өз саусақтарыңыздың күшімен ең астына түсулеріңіз керек. Мен ютубтың неге функцияны удалить етіп, өшіріп тастағанын білмеймін. Онда біз екінші функцияға кеттік, және де мен функция деп неше айтқанымды достар комментарияға бүгінгі видеода жазып кетіңдер. Екінші функция бізде лайктарға байланысты, яғни бізде қазіргі уақытта ютубта дизлайктар жоқ, ал бұрын болған. Сол дизлайктарды алып тастағаны өте жаман деп ойлаймын. Себебі, егер де сен мысалға бұрынғы видеоларда дизлайк көп жиналса, сен өзіңнің аудиторияңа ұнамағанын видеоның білесің. Сондықтан да сен қазір біле алмайтын болғаннан кейін сен қандай видео ұнап жатыр, ұнап жатқан жоқ білмейсің. Бұл өте жаман. Мен сондықтан бұл функцияны алып тастағаны өте жаман болды деп ойлаймын. Және де бұл өте керек функция еді деп ойлаймын. Екінші функция бізде сообщество функциясы. Яғни мен сіздерге айтпаймын, бұл функция жаман деп, яғни бұл функцияны удалить етіп тастады деп айтпаймын. Әлі бар, бірақ та бұл функцияны дұрыс істемеді деп ойлаймын. Біраз дұрыс өзгертпеді. Яғни қазіргі уақытта сообществоны сіз мысалы канал бастағаннан кейін 2-3 күннен кейін ала аласыз. Ал бұрын каналдар 1000 подписчикке дейін тырысып жететін еді. Сондықтан бұның мәні қалмай қалған сияқты болды. Яғни сообществоның қызығы қалмай қалды. Мысалға бұрын 1000 подписчикке жеткен кезде мен сообщество аштым, бұл деген жетістік деп адамдар қуанатын. Ал қазір бұл обычный нәрсе сияқты болып қалды. Сондықтан да сообществоның біраз маңыздылығын кетіргендері жаман деп ойладым, яғни ютубтың. Бірақ та бұл тек қана бұл айтқанның барлығы мен тек қана өзімнің ойым. Сіздердің ойларыңыз өздеріңізге бөлек, менікі бөлек. Яғни мен сіздердің ешқандай ойларыңызға қарсы шығып отырған жоқпын. Мен тек өзімнің ойымды осы видеоға салып отырмын. Өйткені бұл менің каналым, және мен бұл каналға қандай видео жасасам да өзім білемін. Міне бізде бүгін осы топ 3 біздің ютубтан удалить етіліп тасталған, және де дұрыс жасалмаған, қате жолға түсіп кеткен яғни функциялар. Және де бүгінгі видеоны осы уақытқа дейін осы жерге дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Және де мен бүгін өзімнің видеомды аяқтаймын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және барлықтарыңыз сау болыңыздар.